Uyandırma mızalar, keşimizin жүргізушісі Nurlan Qoyanбаев. Oh yeah. Кеш жарық құрметті көрермендер, сіздермен бірге түнгі студия бағдарламасы алдарыңызда Ұмай тобы қошеметтеріңіз және мен Нұрлан Қоянбаев. Шоуымызды бастаймыз. Құрметті көрермендер, еліміз күннен күнге көз алдымызда дамып келе жатыр. Оның бірден бір дәлелі жақында ғана Алматыда бокстан әлем чемпионаты өтті. Қазақ боксшылары ел мерейін үстем етті. Осындай жеңісте үлкен үлесі бар. Қазақ бокс тарихында есімі алтын әріппен айқындалған студиямыздың қонағы Сидней Олимпиадасының чемпионы Ермахан Ибраимов ағамыз. Қошеметпен қарсы алайық. Hoş geldiniz ağa. Биіңіз керемет екен. Енді неге байланысты ғой? Немен айналысасыз? Бокспен айналысқаннан кейін обязательно бір эпизод әдет қалады. Түнгі студияға қош келдіңіз. Ұйқыдан қалдырған жоқпыз ба сізді? Жоқ. Мен кеш ұйықтаймын негізі. Өзіңіз нешінші раундты деймін? Нешеде ұйықтайсыз? Мен сағат 1-2-сіз ұйықтамаймын. 1-2-сіз ұйықтамаймын, бірақ таңертеңгісін тұратын уақытым 8-де тұрып, айтады, жаттығу жасап аздап, сөйтіп жұмысыма барам. Ермахан аға, әңгімемізді жақында Алматыда өткен әлем чемпионатымен бастасақ, қандай деңгейде өтті? Мен өзім теледидардан көрдім, ұйымдастыру мықты болды. Енді алғаш рет қой біз Қазақстанда әлем чемпионаты. Негізі бұл Орта Азияда, Қазақстанда тарихында тұңғыш рет өтіп тұрған әлем чемпионаты. Бұл чемпионат айтады ғой, рекордный количество дейді. Спортшыларды жинады, 110 мемлекеттен қатысып, 547 спортшы қатысты. Енді бұл спортшы. Сонда енді әлем чемпионат туралы бәрін айта кетсек, 18 мемлекет қана медальдің иегері болды. Оның арасында өзіңіз қарағанда Қазақстан, Әзербайжан, Куба, Ресей және Италия. 5 қана мемлекеттің боксшылары алтын медаль алды. Соның ішінде Қазақстан 4 алтын медаль жеңіп алды. 2-ін Куба, 2-ін Әзербайжан, 1-ін Ресей, 1-ін Италия. Жалпы командалық есепте Қазақстан бірінші орынға шықты. Алдыңғы әлем чемпионатында қазақстандықтар неше алтын алып еді? Алдыңғы әлем чемпионатында ол 11-ші жылы Баку қаласында өтті. Онда 2 күміс, 2 қола медаль алғанбыз. 4 медаль, алтын болған жоқ еді. Ал бұл жерде 4 алтын деген ол бұрын соңды болмаған, және басқа әлем чемпионаттарында, мысалға біздер осы егеменді Қазақстанның тарихында 6 алтын медаль алыппыз бокстан Қазақстан. Ал бір әлем чемпионатында 4 алтын алу деген ол біздің үстемімізді одан сайын жоғарылатып тастады. Қазақстан қазір 10 алтын медальменен айтады ғой, алтын алу тарихында 4-ші орында тұр. 1-ші орында Куба, 2-ші орында Ресей, 3-ші орында ақш командасы, 4-ші Қазақстан.
Аға жаңа айтып жатырмыз, ұйымдастыру жағы керемет өтті. Біз енді теледидардан көріп жатырмыз, көптеген атақты қонақтар болды. Соны айтып кетсеңіз, кімдер болды жаңағы бокс әлемдегі атақты адамдар? Енді оны көрермендер теледидардан көрген болады. Болар, мысалға, екі ағайынды Кличколар келді. Олар енді соңғы, айтады ғой, соңғы уақытта ешкімге дес бермей, ешкімге ешқандай мүмкіндік бермей келе жатқан ауыр салмақтағы әлем чемпиондары. Абсолютно әлем чемпиондары. Содан кейін Ресейден Поветкин келді, Александр Поветкин, Кличкомен жақында ғана ойнаған. Содан кейін, айтады ғой, Галиб Джафаровтың досы, өздеріңіз білесіңіз, Тищенко деген Ресейдің боксшысы келді. Және басқада соның арасында, егер байқасаңыздар, Румыниядан главный тренер болып келген, кезінде менімен бірге Олимпиада ойындарында финалда ойнаған Марин Симеон да келді. Марин Симеон ол Олимпиадада қай кезде сізбен кездесті? Марин Симеон менімен финалда кездескен. Мен онда бірінші орын алдым, ол екінші орын алды. Бірақ екеуміздің ойынымыз сондай, айтады ғой, тартысты өтті. Мен 25 ұпай жинадым, Марин Симеон 23 ұпай жинады. Сондықтан 25-23 болып, екі-ақ ұпаймен мен жеңіп шықтым. Аға жаңа Марин Симеонмен араласып тұрасыз ба? Сізге ренжіп қалған жоқ па сол бір? Жоқ, маған ренжіп қалған ешқандай жағдай жоқ. Бірақ енді бұлай хабарласып тұрамыз. Мен Румынияға барғанда мені күтіп алады, ол Қазақстанға келгенде мені күтіп алам. Сөйтіп біздер жаңа қазақтың беш бармағын беріп, оны ресторанға шақырған жағдайым болды. Бұрынғыларды есімізге түсірдік. Және екеуміз мысалға осыдан қанша жыл бұрын, 13 жыл бұрын кездескенбіз финалда. Соңғы 13 жыл өткеннен кейін екеуміз және кездесіп, екеуміз біріміз қарама-қарсы тұрып бұлай суретке түстік. Оның да беті Құдайға шүкір, менің де бетім Құдайға шүкір. Аға жаңа енді қонақ туралы айтып жатырмыз, ұйымдастыру жағы керемет болды. Енді біз қонақтар жақсы күтеміз қазақтар. Дұрыс айтасыз. Мысалға бір-бірімен қатты араласпайтын Кличко мен Поветкин бірге әңгімелесіп отырды. Сонда қасымда Бақтияр Артаев інім отырды, Олимпиада чемпионы. Сол айтады, Ереке, ана екеуі табысып жақсы әңгімелесіп отыр. Екеуін қазір айтады ғой, шағыстырып, қолдарына перчатка киіп, рингке шығарып жіберейік та дейді. Сөйтіп екеуміз күліп алдық бір. Аға, 2008 жылы Бейжің Олимпиадасында қытайлықтардың барлығы аяқ астынан чемпион болып кетті, аяқ астынан боксшы болып кетті. Осы жаңағы Алматыда өткен әлем чемпионатында қытайлықтар көрінбеді. Бұл неліктен деп ойлайсыз, қандай себеп мүмкін жаңағы әлде Қытайдың боксшылардың сапасы өздерінің заттар сияқты ма? Бір рет чемпион болады жоқ болып кетеді. Енді шынына келгенде оларда ең айтады ғой, атақты Қытайдың боксшысы Зоу Шиминг деген өздеріңіз білесіздер, Біржан Жақып екеуі бір салмақта бәленбай уақыт ойнады, бірақ Біржан Жақып Зоу Шимингті бірде-бір ұта алмады. Бірақ соңғы Олимпиада ойындарында Біржан Жақып жақсы өнер көрсетті, бірақ жеңіс белгісіз бір себептерменен Зоу Шимингтің қолтығының астында кете барды. Енді биыл осы неге әлем чемпионатында Зоу Шиминг кеткеннен кейін, басқа да боксшылар кеткеннен кейін, жаңа боксшылар келіп, олардың сапасы, жаңа өзіңіз айтпақшы, кішкене төмендеп қапты. Және олар айтады ғой, 1-16 финалынан жоғары көтеріле алмады, бәрі жеңіліп қалды. Бірде медаль ала алмады. Сонымен қатар мысалға Япония боксшылары, Корей боксшылары, соңғы мына Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан, Индия керек десеңіз, Иран керек десеңіз, олардың бәрі отанына медальсіз кетті. Азияда медаль алған мемлекеттер, олар Монғолия, Әзербайжан Европаға жатады. Монғолия, кешіріңіз. Монғолия, содан кейін Таиландтың бір боксшысы бронза алды, Монғолияның бір боксшысы, Өзбекстан және Қазақстан. Азиядан 4-ақ мемлекет медаль алды, оның арасында Қазақстан жеке дара көш бастады. Әңгімемізді жалғастырайық. Аға жалпы қазақ балаларының жоқ дегенде 80%-ы боксқа бір рет болса да қатысып көреді. Дұрыс айтасыз. Сосын бір ай қатысады да, ары қарай өзі көрінеді, кім боксты жалғастырады, кім ән айтып кетеді, кім КВН ойнап кетеді.
Дұрыс қой, алдымен бәрі боксқа бір көреміз енді. Дұрыс айтасыз. Сосын икемі келмесе ары қарай кете береміз ғой. Сол аға мен бір өзім бір досым 5 ай мектептің кезінде ғой, кәдімгі 5 ай қатысты боксқа. Кәдімгі жақсы жетістіктерге жетті. Одан кейін боксты аяғынан тастап кетті. Өткен жаңағы бокстан беретін апайы алып қашып кетті апайын. Сөйтіп иірме жауып қалды. Сосын сол жаңа мектеп демеші бір есіме түсіп жатыр. Сол кезде мектепке біз ол жаңа жігіт бірінші атаман тұғын. Өзіңіз сіз мектеп класста нешінші атаман болдыңыз? Бірінші атаман болдым. Сөйтіп жаңағы мен кішкентай кезде жаңағы сыныпта досым бірінші атаман болған ғой. Сөйтіп қаладан бір жаңадан оқушы келді. Сөйтіп екеуі төбелесіп, жаңағы қаладан келген жігіт жаңағы ұтып төбелесті. Атаман болды бірінші. Менің досым үшінші атаман болды. Үшінші атаман? Иә. Енді қалай ол үшінші атаман болады? Ол бірінші атаман болып жүріп, ана жігіт келіп, оны ұрып тастаса, ол автоматически екінші атаман болмай ма? Мен досымды сөйтіп ойлаған ғой. Бірақ енді ана бірінші атаман болған жігіт енді ол енді айтқан ғой, мен бүгіннен бастап бірінші атаман, екінші атаман да менде деген. Енді ол өзі шеше алады, өткен жеңіп кетті ғой. Бірақ ана досым өзі сезіп жүрген екінші атаман екен. Жарайды. Аға, әңгімемізді жалғастырайық. Бізге осы бағдарламаға қонақтарға сұрақтар келеді, ғаламтор арқылы. Осы бір-екі сұрақты оқып жүрейін. Бірінші сұрақ. Ермахан аға, сәлеметсіз бе? Менің атым Наурыз. Сіз Сидней олимпиадасына кетер алдында елбасына қол беріп, алтын медаль алып келем деп уәде бергенсіз. Дұрыс қой? Алтын медаль алып кел, уәдеңізге берік екенін көрсете білдіңіз, жарайсыз. Есіңізде болса, осыдан 3 жыл бұрын Алматыда мен көшеде сізді көріп қалып, менде фотоаппарат болмай, сіздің телефоныңызға түскенбіз дейді. Уәделескен бойынша сіз менің мекен жайыма жіберу керек едіңіз. Бұл қалай болғаны елбасы алдындағы уәдеңізге берік болып, мен фотомда ұмытып кеттіңіз дейді. Өте. Енді ерінбей ұзақ жазыпты өзі сұрағын. Енді ол сіздердің теле арналарыңыз арқылы, сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы мен ол жігітті табатын шығармын. Соңғы мен имейлімді сізге арқылы қалдырып кетейін. Енді Нұрлан айналайын. Сен вручай енді. Жарайды, мен өзім жеткізіп беремін. Қошеметтеріңіз, келесі сұрағымыз. Ермахан аға, менің атым Сәбит, біз жан досым Нұркен екеуміз бокспен шұғылданамыз, дейді. Сіз менің сүйікті боксшымсыз, ал Нұркен Мұхтархан Ділдәбековке еліктейді. Екеуіңнің қайсысы мықты деген сұрақ үшін біз күнде төбелесіп қаламыз. Сондықтан екеуіңіз бокстасып, біздің мәселемізді шешіп бермесеңіздер, әйтпесе біздің достығымыз күннен күнге суып барады дейді. Ермахан аға, мен досымнан айырылғым келмейді дейді, өтініш дейді. Онда енді онда ана Поветкин мен Кличко сияқты болды ғой. Мұхтархан Кличко сияқты болады, мен Поветкин сияқты болам. Мен оны ұрамын деп талпынам, Мұхтархан ұрғызбайды. Сөйтіп, Мұхтархан жеңіп кетеді, ол аса ауыр салмақта ойнайды ғой. Оның бір удары, енді әлем чемпионатында бәрін көрдіңіздер. Иван Дычко айтады, соңғы әлем чемпионатының соңғы күні, соңғы раундта, соңғы бойда нокаут жіберіп, кішкене Қазақстанның жанкерлерінің жүрегінде кішкене бір дақ қалып кетті. Мен енді сол ойында әдейіге комментировать етіп кеткімге отыр сіздердің бағдарламаңызға. Соны айтып берсеңіз, өткен бізге енді. Шынына келгенде Иван Дычко сондай салмақта ойнайды, о жерде бір матчтың тағдырын бір ғана удар шешеді, бір ғана соққы шешеді. Тура сол соңғы чемпионат күні болып жатқан кезде жаңағы Расул Магомед Гаджиев деген боксшы, әлем чемпионы, жаңа біздің Иван Дычконы айтады ғой, абайсыздан кездейсоқ, айтады ғой, неожиданный бір удар болып, біздің Иван Дычко нокаутқа кетті. Бірақ Иван Дычко айтады ғой, жас, ол ешқандай жарыс жолдан қайтып кететін боксшы емес. Жуық арада ол әлі де Қазақстан жанкүйерлерін қуантады деген сенімдемін. Рахмет аға, тағы үшінші сұраққа өтейік. Ереке, сіз 2000 жылы Сидней олимпиадасында ақтық сайыста есімін ұмытып қала беремін. Джермейн Тейлор емес қой? Джермейн Тейлор. Жартылай финалда. Жартылай финалда ақштың боксшысы Джермейн Тейлормен шыққаңызда мен Тейлор жеңеді деп 1 миллион қойғанмын дейді.
Бірақ сол кезде сіз жеңіске жеттіңіз. Осыдан кейін мен тек қазақ боксшыларына ғана сенетін болдым. Қазақ боксшылар тек қана алға деп жазыпты Тошкенттен Боходур деген жігіт. Боходур. Негізі ол американдық боксшыны мен жай ғана жеңіп қойған жоқпын, айқын басымдылықпен жеңдім. Сондықтан да осы күндері кімдер Қазақстан боксшыларына қойып жүр теңгесін, солар отырып жүр. Мысалы, Геннадий Головкинді кім біледі? Кәні қолдарыңызды көтеріңіздерші. Мінекей, бәрі біледі екен. Геннадий Головкин қай жерде ойнаса да, Геннадий Головкинға теңгелерін қойыңыздар, бірер минуттан кейін сіздер бай адам болып шыға келесіздер. Аға, жақсы ой айттыңыз. Қазір бәрі кетіп қалмасын мына жерде. Жарайды аға, жалғастырайық. Ермахан аға, сіз қазір Олимпиадаға дайындау орталығының директорсыз. Дұрыс қой? Дұрыс. Жұмысыңыз қалай болып жатыр? Менде сұрағым әрине жиналыс туралы. Сіз қандай директорсыз? Осы жиналысқа сіз кешікпейтін шығар ешкім. Жиналыс болған кезде алдын ала бір күн бұрын келіп отыратындар бар. Біз аға сол жиналыстан сурет таптық. Қазір көрсетейін. Дірілдеп көрсетсең. Бәрі маскамен отыр ғой мұнда. Бәрі шлеммен отырады екен, аға жиналыс өткізгеніңізде. Сіз ел намысын қорғап, әлемнің барлық жеріне барып жүрсіз. Сол болған жерлерден естелік ретінде көбінесе не алып келесіз? Мысалы, менде жауаптары бар. Соңғы рет қай жерде болдыңыз? Соңғы рет менің барғаным Киев қаласы, Украина. Украинада болдыңыз. Мысалы, сұрақтар. Шетелде болған кезде өзіңізбен бірге не алып келесіз естелікке? Мысалға, бірінші жауап магнит, сол елдің суретімен. Екінші жауап азық түлік. Үшінші жауап спорттық киімдер. Төртінші жауап қалтада қалып кеткен сол елдің ақшалары. Бесінші жауап медаль. Енді бәрі де өте дұрыс жауап. Кейде мелочтар қалып кетеді қалтада. Ол енді оны әдейіге алып келмейсіз, бірақ қалып кетті, енді не істейсіз, оны алып келесіз. Содан кейін магнит, және менің жинайтын енді арнайы жинайтын өзімнің сувенирлерім бар. Оны енді кішкене әйел адамға тән қасиет болып тұрған енді ұялып тұрмын айтуға. Айта берейін ба? Айта беріңіз, монтажды алып Ол тарелка. Мен де соны сұрайын деп едім. Көбісі енді магнитке жинайды, немесе тарелка ғой. Тарелка жинайды. Тарелка. Енді көп тарелка жиналған шығар үйде. Біраз тарелка жиналып қалды. Сол бір тарелкамен құда қаласа үйге қонаққа келгенде ашуланып сол тарелканы сындырмайсыз ба? Жоқ, ол тарелканы ол. Мейрамханалардан сізге хабарласып тарелканы арендаға сұрамай ма? Жоқ, ондай ешкімге бермеймін. Ол тарелкалар тек қана ескерткіш ретінде тұрады. Сувенир ретінде тұрады. Ал күнделікті жейтін тарелкада енді ол баршылық. Мен де аға әлемнің біраз жерінде болдым. Енді шетелге барған кезде міндетті түрде өзіме әдетке айналдырып жүрдім. Өзім сол шет елден, сол елден 3-4 килограмм жер алып келемін. Жер? Топырақ? Топырақ алып келемін да. Енді біраз жерге барып келдім. Біраз елден сол топырақ жинап жүрмін. Біраз жылдар болды. Қазір өткенде сол жерді аулаға жайып жерсем 8 соттық жер шықты. Сол жерден сол жердің үстіне үй соған ба деген ойым бар. Соткысын $1000 сатайын ба? Жарайды енді әңгіме онда емес. Алматының төңірегінде болса сатасыз. Астананың төңірегінде болса сатасыз. Ал мысалға Балқаштың төңірегінде болса, немесе жаңағы сонау не дейді ғой, мына үлкен алыс Монғолияның Улан-Батырдың айналасында болса қалай? Өтпейді дейсің. Жарайды аға, жалғастыра. Ермахан аға, түнгі студиямызға келген қонақтармен біз міндетті түрде ойын ойнаймыз. Жақын жерде бізде бильярд клубы бар, сол жерге барып келейік. Жарайды, әзіл ғой. Біз әрі-бері жүре бергенше аға ортаға шығып бір керемет бір ойын ойнайық. Сондықтан да біз қазір ортаға әртүрлі ойындар ғылымының докторын Бижанов Дәулетті қошеметпен қарсы алайық.
Рахмет, Ермахан аға, бүгінгі түнгі студияға қош келдіңіз. Сіздерді ортаға шақырам. Әрине, құрметті көрермендердің қошеметімен. Ойын шартын түсіндіре кетейін аға. Ер кісілер асханаға көп жақын болмаса да, бірақ осындай оңай нәрселерді кейде жеңгемізге көмектесіп, анамызға көмектесіп жатамыз. Сондай бір қызықты ойын. Мына мен қолымдағы шұжықты қазір сіздер біртіндеп аласыздар, көрермендермен бірге уақыт санап отырамыз. Кім әдемі және дөңгелек қылып, және тез және көп тураса, сол жеңіске жетеді. Кім жеңілсе, жеңген адамға міндетті түрде сыйлық табыстайтын болады. Менде бір сыйлық бар, жиналыстағы бағана сурет. Болмай ма? Жоқ. Қымбатырақ бір сыйлық деп айтайын. Сонымен ойынды бастауға дайынбыз ғой. Нұреке, Ермахан ағадан бастаймыз ба? Дайын болмас бұрын бір сұрағым бар. Бір сұрағым. Сіздің боксты қолғабыңыз оң қолдыке. Ал оңқайлар мысалға сол қолмен шұжықты турай алмайды. Мысалға, маған біреу сұрақ қойды. Кішкентай кезімде мен орысша бір ауыз білмеймін. Маған сұрақ қойды да, "Ты что, левша?" дейді. Мен айттым оған. "Нет, я Ермахан" дедім. Сол сияқты мен оңқаймын да, сондықтан Нұрлан бәлкім солақай шығар, сізге ыңғайлы болады. Жоқ, мен екі қолмен де дайындалдым ғой бұл бағдарламаға. Қолғапты киіп Мен тұрып. сценарийді білемін ғой. Әзіл ғой, мен білмеймін. Бастаймыз ғой, қолғапты киіп тұрып тураймыз міндетті түрде пышақты. Бастайық. Бастайық онда, бірінші болып. Аға, өзіңізден бастасақ. Ал. Сіз қолғап келген кезде бізде әнде жай баяу ойнап жатыр. Алсырақ тұрайын баға. Кішкене алсырақ тұрасың. Осы бокста қандай соққылар болады, соны маған бір көрсетіп жібересіз? Негізі ақыр қолғап киіп қалдым. Бір мастер-класс көрсетіп жіберіңіз. Мастер-класс көрсетейін. Мынандай ударды алсырақ тұрасың дейді. Мына ударды жеп дейді, жеп. Мінеке, жеп. Қатты алыстырудың қажеті жоқ. Ал мына ударды хук дейді. Хук. Боковой хук дейді. Ал мынаны астынан ұралғанды. Бұны апперкот дейді. Апперкот. Апперкот. Түсіндіңіздер ғой? Рахмет. Маған апперкот ұнады. Апперкот ұнады ма? Бағдарлама біткеннен кейін біз әзіл үйретеміз, қалай жазу керек. Ал көрермендер, бұл кісілер не алады? Санап тұрма уақытты? Санап, бізде уақыт қалай болады? Көрермендермен бірге санайтын боламыз. Бәрекелді. 1, 2, 3 деп. Бұлай ма? Бұлай, ойын шарты бойынша. Сіз ана, қолымды кесіп алмайын деп киіп атқан сияқты оқып қалдыңыз да әйтпесе. Кеттік. Сонымен 1, 2, 3 кеттік. 1, 2, 3, 4. Мәне. Бірақ, мына шұжықты тяжеловестердің жейтін шұжығында тұрады. Нағыз анау баяғы бір қойдың өз етін бір өз жейтіндердің шұжығы болды, заманауи шұжығы. Жатақханада бұлай турамайды. Жатақханада. Жатақханада мұнан ауылдан қонақтар келгеніңізде асамыз мұнаны. Жоқ, жатақханада тұрған кезде бұлай көрінеді ғой жағы. Сосын нанға қойып қоясың да, оны жемейсің. Шұжықты ары қарай итеріп, нан жей бересің. Мына ағамыз бірнеше бөлікке бөлді, бұны санап жатудың қажет жоқ. Менің ойымша 20 шақты бөлік болды. Санады ғой жағы, 24. Олар секунд санады. Жоқ. Әлде бәрін жатақханадан келдіңдер ма? Точно санап отырсыңдар ғой. Онда бұны авторларға бере салайық жаңа әзіл. Жоқ, студенттер бар ма арамызда? Жоқ, мен бұны үйге алып кетейін деп едім. Студенттерге таратып берді. Мына таза бізде кесе. Қазір жақсылап тұрып Ольга қуырады. Ольга деппін ғой, ұлттық арна екен ғой, алтын шаш қуырады.
Ya, Нұреке, сіздің кезегіңіз. Қошемет болсын. Bir, екі, үш. Кет. Мына жақтан күн түгілі. Мен жатақханада тұрмағаныма 14 жыл болыпты. Күн түгілі көршінің үйін көре алмайсың. Жарайды. Мұсылманский дегенде көрдіңіз ба? Мұсылманскийді кеспегенсіз. Мынандай деді әріп қой, екі жағына екі бөлесі. Міне, түсіндік сода екен ғой. Міне. Мынаны енді түсінбедім мен. Пышақ кінәлі дейінші енді. Сонымен сөзсіз әңгіме жоқ, тура француз асханасындағыдай ғып тураған Ермақан ағамыз жеңіске жетті бүгін. Сонымен қошеметтеріңіз бар. Жоқ, сыйлықты. Сонымен ойын шарты бойынша сыйлық. Қандай сыйлық болу керек? Біз өткенде айтып едіңіз ғой, мына ойының қызық екен, Дәулет. Мына ойының шығарған үшін саған да сыйлық, және мені біреу жеңсе, оған да сыйлық. Ұялы телефон берем дегенсіз. Ұялы. Өзіңіздің ұялы, қалтаңыздағы ұялы телефон. Онда қанша суреттер бар? Енді жоқ, қазір заман дамыған ғой, жібере саламыз. Басқа айфонды түсінгі өткіз береміз. Ал барарсың, түсінгі сөзді көшіп бересің. Қошеметтеріңіз болсын. Міне, тек қана түнгі студияда ғана болады бұндай. Сонымен, құрметті көрермендер, Нұреке, Ермақан аға, менің ойыным бітті. Менің тағда жұмыстарым бар, үйде мұнаны апарып қуыру деген сияқты әрі қарап жалғастырайық. Ас дәмді болсын. Рахмет. Рахмет. Маған ренжімеңіз. Ал сізді құттықтаймын. Сатып бөлсеміз деген ой. Рахмет, келесі кездескенше. Чужықтың үлкен күсі ол маған салсаңыз. Сарқыт, е? Рахмет. Аға, сізге көп рахмет. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Осы студияда жиі кездескенше. Құрметті достар, түнгі студияда 20:20-да ұлттық арнада кездескенше. Біздің қонағымыз Ермақан Ибраимов.